Қыздар сәлем, каналға қош келдіңіздер. Қыздар, мен бүгін екі түрлі тәсілмен ең кәрім алдың етін, ең қатты етті, ең жылдам пісетіндей етіп, ең жұмсақ болып пісетіндей етіп пісіретін боламын. Екі түрлі тәсілмен пісіремін бүгін. Қыздар, бұл тәсіл маған қайдан келді? Өткен жылы осыдан 2,5 ай бұрын, менің видеом шыққан болатын, 4 түрлі тәсілмен эксперимент жасаған болатын. Мен сіздердің алдарыңызда жасағам. Сондағы видеоға маған комментарийға қаншама қыздар жазыпты. Әркім өзінің тәсілдерімен бөлісіпті. Сіздерге көп рахмет, қыздар. Соның ішіндегі мен әзірге екеуін алып тұрмын. Арнадан алыстамаймыз. Бүгінше екеуін істейтін боламын. Кет, қыздар. Қыздар, міне менде бір уақытта 2 кастрюльге мына бір белдемше, бір ет мынау. Белдемшені 2-ге бөліп салып жатырмын. Кәрім алдың еті бұл. Менің абысынымның соғымы биыл кәрім ал сойған болатын. Соның етін әдейі алып қалып отырмын. Мінекей белдемше 2-ге қақ ортасынан бөліп салып жатырмын. Әзірге тұздамаймын, қыздар. Тұзды бір қайнағаннан кейін бірақ салатын боламын. Негізі еттің өзі тұздалған ет. Мінекей біріншісіне сарағаш құямын. Үлкендеу кастрюльге қазір мен сарағашты құямын. Қыздар, арнаға жазылып, кішкентай ғана қоңыраушаны баса кетіңіздер. Қыздар, комментарий жазған қыздарға көптен көп рахмет, жаңғақ салыңыз деп маған кеңес берген. Гүлайхан деген, Гүлназ деген қыз, Саят Махбарули дейді. Сосын кейін Гүлзада Налибаева деген қыздарға рахмет. Сосын кейін мынау жаңғақты мінекей жудым. Жақсылап тұрып жуып, мінекей екінші кішірек кастрюльге осы жаңғақты қазір саламын. Бір рет қайнағаннан кейін саламын. Рымхан Игілікова деген қыз маған жазыпты, сарағаш деп. Қазір осының бәрін көретін боламыз. Мінекей жанып тұрған газға екеуін бір уақытта қойдым. Үлкен камфорлы газға үлкен кастрюльді, кішкентайына кішкентай кастрюльді қойдым. Мінекей, ақырын ғана қайнап бастаған кезде бұның көбігін алдым, қыздар, жақсылап тұрып, жыбырлап қана қайнаттым, қыздар, жыбырлатып қана қайнаттым, қатты қайнатқан жоқпын. Мынау кішкентай кастрюлім менің 5 минутқа кешірек қайнады. Бір қайнағаннан кейін барып, тұз салдым екеуіне. Мінекей екеуіне бір уақытта тұз салдым. Бірақ мына кастрюль, үлкендеу кастрюлім менің кішкене 5 минут ертерек қайнады. Уақыттарын белгілеп отырмын екеуінің де. Мінекей, бір қайнағаннан кейін, енді кішірек кастрюліме бір қайнағаннан кейін мына 3 грек жаңғағын салып жатырмын, қыздар. Міне енді қақпағын жауып, қайта-қайта қарап отыратын боламын, көбігін алып. Қаншама қыздардың нелері комментарийға жаза кетіңіздер. Өздеріңіздің ойларыңызды, білгендеріңізді жаза кетіңіздер, қыздар. Мұна жерде, қыздар, мынау мінекей жаңғақ салынған етім, кішкене несі, сорпасы темнилау болды. Ал мынау сарағаш құйылған еттің сорпасы мөлдір болды. Оны видеоның соңына сіздерде міндетті түрде көрсетемін, қыздар. Мінекей, мынау жаңғақ салынған етім өзі бір кішкене бір сүрленген сияқты, еттің өзінің түсі кішкене темнилау болды. Ал мынау сарағаш салынған етім соғалпы әппақ болып тұрды. Мінекей, қыздар, турап тіпті керек емес. Екеуі қалай піскені, таяқшаны піскеннен ақ көрініп тұр. Анау бірден, ал мынау мінекей, міне піспегені көрініп тұр. Кішкене сәл қаттылау. Мінекей, бұл сарағаш. Ал анау езіліп тұрып піскен, ол жаңғақ салынған. Мінекей. Дегенмен сіздердің алдарыңызда қазір турап көрсетейін. Көз алдарыңызда өзі сіздерге светі де көрініп тұр ғой. Анау темнилау, жаңғақ салынған. Дәл бір сурет сияқты. Ал мынау ашық. Сарағаш ашық. Мінекей, тіпті тураудың қажеті жоқ, тіпті үгітіліп жатыр. Мінекей, қыздар, қолмен де үссөк болады. Бұл сәл-пәл даже тіпті ертерек пістау деймін. Демек, жаңғақ салынған етім менің әлде қайда бұрын пісті.
екеуінің уақытын видеоның соңында айтып кетемін, қанша уақытта піскенін, иә? Мінекей, ал енді сарағаш құйылған етті көрсетейін сіздерге. Екеуінің сорпасы да екі бөлек, қыздар. Міне мынау сарағаш құйылған ет. Қаттырақ болып тұр, әлі піскен жоқ. Қыздар, сіздерге көп рахмет. Осы сіздердің жазған комментариймен мен эксперимент жасап жатырмын. Қолмен үздігенде онша білінбейді сіздерге, менің өзіме білінеді. Ал жеп көрсек, өте қатты, тісті ауыртатындай қатты. Демек, әлі пісіп үлгерген жоқ. Бұны мен қайтадан қазір кастрюльге салатын боламын. Қазір қайтадан кастрюльге саламын. Видеоның соңында одан кейін қанша уақытта піскенін айтып өтетін боламын, қыздар. Иә, одан кейін сорпа. Қыздар, екеуінің сорпасының цветі, түрі мүлдем екі бөлек. Міне сіздерге анық көрініп тұр ғой. Мынау жаңғаққа піскен. Бірақ дәмінде ешқандай айырмашылық жоқ. Ал енді мынау міне сарағашқа піскен, мөп-мөлдір. Қыздар, жалпы бұл емес, жалпы негізінде мутный болып піскен сорпаны қалай мөлдір қылуға болады? Сол тәсілмен де өздеріңіздің тәсілдеріңізбен бөлісе кетсеңіздер. Болашақта оны да біз эксперимент жасап көрейік. Мен де кеңес үкіметі кезіндегі энциклопедияларды ақтарып, аспаздардан сұрап, немесе ағылшын тіліндегі, қытай тіліндегі, басқа тілдердегі интернеттің бәрін ақтарып, қарастырып, ізденіп көрейін. Қыздар, менің жаңағы сарағашқа пісірген етті кастрюльден алып шыққаным түспей қапты. Нәтижесінде, қыздар, тура 2 сағатта сарағашқа пісірген етім пісті. Ал 1,5 сағатта, тура 1,5 сағатта, тіпті одан да аз қойдым, өйткені езіліп пісті ғой, көрдіңіздер. Жаңғаққа пісірген етім пісті. Сонымен 1,5 сағатта жаңғақ, 2 сағатта сарағаш. Иә, мен оны описанияға жазып қоятын боламын, міндетті түрде, қыздар. Қараңыздар, қыздар, кеңестеріңізді айтып, комментарийға жазыңыздар. Пока!